Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін Шығыс Қазақстан облысында домбыра күнін атап өту туралы баспасөз мәслихатын қозғайтын боламыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию о праздновании Дня домбры в Восточно-Казахстанской области. Хочу представить наших спикеров. Касенов Самат Берикболович, руководитель управления культуры Восточно-Казахстанской области. Далее всех присутствующих представит он. Вам слово, Самат Берикболович. Жақсы, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сіздерді бүгін кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Бүгін ерекше форматтағы, бүгін өздеріңізді бізге қонаққа шақырып отырмыз. Мынау енді мәдениет басқармасының ғимараты. Осы ғимаратта мәдениет басқармасы орналасқан. Бүгінгі сіздердің отырған жерлеріңіз, біз креативті, шығыс креативін ашып, сол форматтағы жұмыстарды жүргізіп атқан, осы жердегі круглый стол, кешеден берлі осы жердегі жұмыстарымызды жүргізіп атқан залда сіздермен кездесіп отырмыз. Бізде домбыра күніне, және Еркештің өзі айтып өткендей, домбыра күніне байланысты ауқымды шаралар кешегі күннен басталып кеткен болатын. Өздеріңіз жақсы біліп отырсыздар. 3 шілде бізде жәнегі облысымыздағы барлық аудандардағы дирижерлардың құрамымен осы біздің Шығыс Өскемен қаласына қонаққа келіп отырған дирижерлардың көмегімен мастер-класс кеше басталды. Бүгінгі күні үлкен гала-концерт кешкі сағат 6:30-де болады. Ол жәнегі филармонияның үлкен залында, 600 орындық үлкен залында, үлкен осы ағаларымыздың өздерінің жеке сол жердегі біздің концертке қатысып, сол концертте өздерінің орындауындағы жеке гала-концертте өздеріңіз тамашалайтын боласыздар. Енді бірден мен сіздерді таныстырып өтейін. Среди почетных гостей, участников у нас сейчас присутствует Жалғасбек Бегендиков, народный артист, ағамыз отыр міне. Народный артист Республики Казахстан, профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, дирижер Государственной академии фольклорно-этнографического оркестра народных инструментов, отырар сазы имени Нұрғиса Тілендиева. Біздің ағамыз осы жылыста бір емес, бірнеше рет келген. Біздің Байжігіт оркестрімен бұл кісі қаншама жылдар болды жұмыс жасап жүр. Бүгін дирижерлардың басын бастап осы кісі бізде арамызда қонақта отыр. Бақтыбек Тілегенов, народный артист Кыргызской республики, лауреат Государственной премии Кыргызской республики, профессор, главный дирижер, художественный руководитель Большого симфонического оркестра, оркестра народных инструментов мэрии города Бишкек. Бізде ағамыз қонақта Қырғызстаннан келіп отыр. Бұл кісінің да мастер-классын кеше біздің аудандарымыздағы дирижерларымыз осы кісіден де сабақ алды. Бұл кісінің да өзінің тәлімін беріп, бізбен бірге жұмыс жасап атты. Сонымен қатар Владимир Кончев, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, дирижер и художественный руководитель Государственного оркестра Республики Алтай. Тоже бізде қонақта бүгін екінші күн жұмыс жасап жатыр. Дәурен Ғылымов ағамыз келіп отыр. Бұл кісі да бізбен бірге осы кезге дейін бірнеше біздің Байжігіт оркестрімен жұмыс жасаған. Енді бүгінгі парад шеруінде де осы кісіні біздің ортамызға алып, арнайы қонақ ретінде шақырып отырмыз. Заслуженный деятель Республики Казахстан, член Союза композиторов Казахстана, член Ассоциации деятелей музыкального искусства Казахстана, профессор Казахского национального университета искусств имени Куляш Баесеитова, представитель Ассоциации культуры, традиции ЮНЕСКО, почетный гражданин Республики Казахстан, лауреат премии «Золотая палочка». Бізде Дәурен Ғылымов ағамыз. Қазір арнайы осы кісілердің барлықтан таныстырып болғаннан кейін өздеріңіз можете вопрос задавать. Талғат Каримов бізде арамызда отыр. Заслуженный деятель Республики Казахстан, главный дирижер оркестра народных инструментов имени Рустембека Омарова, Павлодарской области филармонии имени Иса Байзақова. Біздің көрші облыс, өздеріңіз жақсы білесіздер, Павлодардан алдырып отырмыз. Қайырлы Гафуров, наш земляк. Он заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, главный дирижер оркестра народный инструмент имени Сегіз Сері, Северо-Казахстанской области Государственной филармонии. Это наш Петропавл. Петропавлдан келіп отырған қонағымыз. Берік Оразалин, главный дирижер оркестра народный инструмент имени Назымбека
Молдахметова, Костанайской областной филармонии имени Илюбая Өмірзақова, лауреат международных конкурсов, дирижер. Бізде бүгін қонақта, бұл кісіге де сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады қазір. Әли Сапарбек келген жоқ, жоқ, ол кісі болмады. Шалқар Рысқанов, өздеріңіз жақсы білесіздер, біздің Байжігіт атындағы оркестрдің дирижері, мәдениет саласының үздігі. Ержан Қасымханов, біздің дирижер, мәдениет саласының үздігі, былтыр ғана мәдениет саласының үздігін алған болатын. Біздің Байжігіт оркестрінің дирижері. Енді какие-то, если вопросы будут, мне можете задать, и нашим дирижерам можете задать. Біздің дирижерлар, сіздер де өздеріңіз жұмыстарыңызды, кешегі бүгінгі жұмыстарыңызды айтсаңыздар да болады. Бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне біз ашық түрде, сіздер ашық түрде өз форматымыздағы жұмысымызды айтсақ болады. Кім қандай тілде сөйлеймін десе, сол тілге рұқсат. Үлкені сіз ғой, жалғаспай сіз айтқаныңыз дұрыс болар шығар. Ал енді мына үлкен іс-шара өтіп жатыр. Осы кейінгі жылда елімізде домбыра күні деп осы күн бекітілді. Ол өте мақтанышты. Қазақтың негізгі аспабы, негізгі өнері ол домбыра. Басқа елдерді, басқа республикасы ондай өзінің ұлттық аспабына деген күнді мейрам қойғанымен әзірге байқап жатқан жоқпын. Сосын біз өте қуаныштымыз, мақтаныштымыз бұл жағдайменен. Ал осыған орай енді мына облыс әкімшілігі, мәдениет басшылығы қолдау беріп, Шалқар маэстромыздың ұсынысын қолға алып, мінекей осы жергілікті оркестрмен келіп, мінекей бірқатар дирижерлер келіп жұмыс жасап жатыр. Бұл дирижерлердің бәрі республикада орны бар адамдар, әрқайсысы облыстық оркестрде болсын, қалалық оркестрде болсын, Астана, Алматыда болсын, бәрі жұмыс жасап жақсы көрсеткен адамдар. Сол себептен бұның өте сабағы көп болып тұрды. Мысалы үшін қазіргі жас талантты оркестр, бұл оркестрге де құрылғаны 20 жыл оқығаннан кейін кеше сұрап отырсам, бірақ өлімдей жас балдар, бүгін сахнада концерттен көресіздер ғой, қобызшылар да, домбырашылар өте состав ауысқан, состав жасаған. Бірақ соған қарамастан өте талантты. Әр дирижердің өзінің талабы бар. Мына келген дирижер әрқайсының өзі қарағайдай мамандар әрқайсының талабын зор орындап отыр. Сол себептен ол бір мақтаныш жағдай. Біздің енді республикамызда барлық облыстар оркестрі бар. Жалпы республика бойынша 21-22 оркестр бар. Отыра құрмағыздан басқа. Сонда енді бұл жерде көрсетіш өте жақсы болып тұр. Әдемі көрсетті, және әншілеріміз де өте жақсы. Қанша мінекей сопрано әншілер жақсы әншілер бар екен. Сол себептен біз осы 3 күн бойы осы коллектив кездесіп жатқанымыз өте дұрыс болды. Оларға да сабақ. Біздерге де көңілден шабыт беріп отыр. Құдай қаласа бүгін енді сол ісіміздің нәтижесін көрсетеміз. Ар жағын тағы да сұрақтарыңыз болса сұрап отырса, мен енді көп сөйлеу уақыт алмай қойын, басқа азаматтарда сөйлесін. Рахмет. Рахмет. Біріншіден саламатсыздар ғой. Бұл ретте қазір интернет бұлақтарынан чоң әрбір мемлекет еліне орнатқан білініп тұрады. Аңсығанда қазақ, қырғыз біліп тұрғанда бекер айтылмайды. Осы қазақ мемлекетімізде чоң үлкен жақсы оқиғалар болып жатады. Оған деген баға сіздердің мемлекет басшысы, андан кейін әкімшіліктер, осылар мәдениетке өте көңіл бұрып жатқаны білініп тұрады да. Аңсығанда мына бүгін Өскемен шаарында, бұл жекелей Өскемен емес, қазақ елінде чоң майрам деп есептеймін. Себеп деген майрам ва музыканың майрамы болып жатады. Баяғы жақсылықты майрамы деп қояды. Музыка тіліне, музыка тілі мысалы үшін кешеуде сөз болды әлі, мемлекетті ешқашан бизнесмен тарауындағы адамдар таныштыра албайды. Мемлекетті башқа өлкөдөн келгенде бұлар искусствоның адамдары танытады, анан спортсмендер танытады. Туурабы? Ансығанда ең біріншіден Құдай бұйырса бүгін мен ойлаймын жақсы өтіп кетеді концерт істеп. Себеп деген бұл жерде мына сіздерден
баягы колдооңуздар менен Шалкар Азамат мындай жакшы проектин баштап атат. Бул деген чоң проект. Буга чейин буякта менин коллегаларым болуп отуруп көп жерлер Кустанайда, Павлодар, Петропавловск көп шаарларда өткөндө ошондо баары чоң ошондон бери баягы музыка тилинде сүйлөшүп бир тууганчылыгыбыз коллега катары бирибизге абдан жакын карым катнаш болуп башталды. Ошон үчүн Кудай буюрса бүгүн жакшы өтсө, Шалкар мен ойлойм бул Өскөмен шаарында тарыхты жазып атат деп коет. Жакшы өтөт Кудай буюрса. Ошон үчүн бул Шалкарга бир гана нерсе баягы маданият башкармачылыгынын акимчилик тараптан колдоо көргөзүп турса бул дагы кетет. Эми оркестр жөнүндө айтсак, оркестр абдан жакшы, баягы жаштар экен, баягы жаштарды каалагандай суранып алсаң болот, туурабы? Ошон үчүн Кудай буюрса ушул сиздердин шаарга ар бир өлкөдөн, мамлекеттен келген, даже президенттер келгенде уят болбой, мынакей биздин оркестрибиз бар деп тосуп алганга кудурет жетет экен да. Эми музыканттарды алып карасак, мына 2 күндөн бери иштеп жатабыз го баарыбыз теңчи. Музыканттардын көзүнөн эле көрүп койсо болот, чын жүрөктөн ойноп атышат. Чын жүрөктөн баягы жерден бүгүн эми концертте сосредоточие 100% болот деп ойлойм. Бирок ар бирибиздин баягы каждый дирижер трактует по-своему дегендей, ар бир биздин мындайча айтканда музыкалдык мирге суранганыбызга өтө гибке мамиле кылып атат да. Бул деген өтө чоң окуя. Ошон үчүн бул жерде Шалкардын баягы дагы бир оң кол деп коет Ержан жигит деген биз келгенге чейин үлкөн чоң жумуш жасаптыр, көрүнүп турат. Оркестрдин келечеги кең экен абдан. Жаштар экен. Эми бир гана нерсе баягы бизде айтат молдонун тилегин Кудай бербей эле койсун дейт, артисттердин тилегин берсин дейт. Артисттер жакшылыкты каалайт, а молдо болсо эми Кудай тааламандан качып кутула албайбыз. Бирок ошондо дагы Кудай буюрса бөөрөк оркестр казак мамлекетинде мына жанагы Жалалбек ага айтып кетти го, көп оркестрлер бар деп. Ошо оркестрлер баягы өсүп отуруп мынакей Курмангазы легендарный оркестр деп коет. Казак элин Курмангазы оркестри таанытып атат. Казак эли мына отурар сазы оркестр Тилендиев аксакал саздап айтат кеткен. Анда мына боорекилерде отурган азаматтар менен көп жерлерде чогуу болдук. Ар бир оркестр каждый раз көргөн сайын уже өсүп атканы көрүнүп турат. Бул деген сиздердин мамлекеттин, мондай башкылардын колдоосун көргөзүп атканы болуп атат да. Эгерде бизге эмне баягы биз акча мамлекеттен акча сурай албайбыз. Акчабыз аз биздин Кыргызстанда делечи. Андан кийин биз квартира сурап ала албайбыз, квартира бергиле депчи. Бул жерден эми мындайча айтканда баягы музыканын искусствонун адамдарын ушундай маңдайга жазып коюп туруп ушул жактан чоң үлкөн баягы поддержка кылсаңыздар, булар оготур өсөт, ушунчалык душасына кетип туруп көрөсүздөр менен Кудай буюрса ушул эки Шалкар возглавлять эткен оркестр Казакстанда мына бөөрөк Өскөмен шаарынын Чыгыс Казакстан деп аталат турбайбы? Ошондо мен деген оркестрдин бири болот экен, уже ошого кетип баратат. Ошон сиздер аркылуу баягы поддержка гана керек болот, колдоо болот, ооба. Анан бул жерден деген эң негизгиси бизге музыканттарга эчтекенин кереги жок. Бизге жылуу сөз, поддержка эле керек. Калганы баягы мамлекеттерге ошо биздин оркестр, музыканттар, искусствонун адамдары чыгара берет. Мындайчы. Ошон мен казак элине баягы бекер айтпайт, кыргыз казак бир тууган деп коет. Баягы биздин тилибиз бир болуп атат, дилибиз бир болуп атат. Ошо комуз менен домбураны бириктирген ошол болуп атат. Мына карачы кандай чоң нерсени баштап койдуңуздар, домбура. Мененчи азыр ар бир областтарда деген кандай үлкөн мондай деген миңдеген дамбристер кошуп коютканда бул өзүнчө бир сенсация болуп атпайбы мындайчы. Бул деген ошон үчүн сиздерге чын жүрөгүмөн каалайт элем, ден соолук, аманчылык, ишиңиздерге ийгилик, ортодо бир тууганчылыгыбыз өсө берсин. Эң эле негизгиси бул ааламда согуш болбой эле койсун, тынччылык болсун, эки элдин бир тууганчылыгы өсүп кете берсин кылымдарга. Көп рахмет. Следующее слово хочу предоставить нашему почетному гостю из Российской Федерации. Владимир, вам слово. Күндері дуаға бүгін Өскемен қалары айран жүктеп домбыраның адына ебастыра тың дирижерлы Қазақстаннан, Кыргызстаннан, Россияның бері келген. Onun için мен сізді бұл байрамды құттықтап тұрмын. Я вас поздравляю с этим праздником. Мне, уважаемый самый Берег Головой, мне
удостоена большая честь участвовать в Казахстане во многих форумах в крупных городах. Я всегда представлял Российскую Федерацию. Буквально месяц назад в Тве, где собрались лучшие национальные оркестры Бурятии, Якутии, Калмыкии, Татарстана, Башкирстана, Москвы, Новосибирска, Кемер. То есть меня избрали председателем Ассоциации национальных оркестров России, поэтому для меня большая честь всегда представлять и Российскую, в том числе Федерацию, и, конечно же, Республику Алтай. Я считаю, что сегодня форум, который проходит, он еще раз показывает о том, что все-таки без внимания государственной власти, без внимания акимата и управления культуры, я думаю, этого форума, возможно, бы и не было. Ну, конечно, я хотел поблагодарить и своих друзей, и это и Шалкара, и Ержана, которые очень большой внесли вклад в это дело. Очень трудоемкая работа за короткий срок освоить большой репертуар разнообразных культур народов. Это очень непросто. В то же время я был удивлен, и мне было очень приятно то, что они, оркестр, показали высокий организационный уровень, профессионализм. Я думаю, что наряду с теми большими оркестрами Курмангазар, Атрарса и других городов, я думаю, что оркестр Восточно-Казахстанской области, он достойно сегодня выглядит. И я думаю, что было бы и правильно, и хорошо, если бы этот оркестр также бы приехал на Алтай к нам, выступил бы у нас. Вот, поэтому мы надеемся, что эти связи, они только начинаются и будут продолжаться. Наши студенты тоже учатся в городах Казахстана. У нас в Горном Алтае проживает 12 тысяч казахов, которые тоже тяготеют сюда получить высшее образование. Вот, по всем направлениям, и вокалу, народным инструментам, и хореографии, и декоративному прикладному. Поэтому я думаю, что сегодняшний концерт, он подтвердит то, о чем мы все с вами говорим. Наше сообщество дирижеров, здесь они еще не все, вот, мы очень плотно сотрудничаем, обмениваемся нотной литературой, обмениваемся солистами. И вот то, что дирижеры сегодня обмениваются, приезжая, я пополняю свой репертуар. У нас очень многие произведения казахские звучат тоже в нашем оркестре и достаточно популярны у нас в народе. Поэтому я бы хотел еще раз всех вас благодарить и пожелать, чтобы оркестр Восточно-Казахстанской области вышел, ну, я не побоюсь этого слова, на мировой уровень. Я вас поздравляю. Рахмет. Уважаемый гости, желающие речь? Может, вопросы? Қосайын, бұл керемет жағдай, тарихи жағдай болып жатыр. Домбыраның күнін елдің құрметтеп жатыр шығыста. Домбыра күніне орай дирижерлар шеруі тұңғыш рет өтіп жатыр. Тап осы уақытта басқа облыстарда бұндай шеру болып жатқан жоқ. 10 дирижерді, оның ішіндегі екі әріптесімізді басқа мемлекетке келді. Демек, бұл тек Қазақстанда ғана емес, Алтайда да, Қырғызстанда домбыра көлемі бар деп айтуға болады. Бұл идеология тұрғысында. Сондықтан біз өзіміздің аспабымызбен қуанамыз. Домбыра жасаса қазақ жасайды, домбыраны көтерсек қазақты көтергенімізбен бірдей. Осыны жаңағы айтып кеткен әріптестерім өте жақсы айтты. Осы қолдауларыңызға қуаныштымыз. Бұны жаңағы шынында жылда жасап жатырса жаман болмайды. Әр дирижер, 10 дирижер өзімен бірге жоқ дегенде 3-4 шығармамен 30-40 шығармаға репертуарға қосылды. Жалпы Байжігіт атамыз дегенде ол құрмаңызға дейінгі өнер. Сондықтан шығыстың өнері енді зерттеліп келе жатыр. Тұнып тұрған бұл жерде тарих, бұл жерде тұнып тұрған әлі мәдениет бар. Сосын менің өз ойым, әр облыстың визитный карточка деп айтқанда, ол қазақ халық аспаптар оркестрі. Біз шығыс дегенде Байжігіт атындағы оркестр деп айту керекпіз. Соны осы қуанышты жағдайымыз. Переходим ко второй части, если вопросов, ваши вопросы. Тестер с автором способа хава. Қайырлы күн, есім Пағалиев Молдәулет, менің өкімдерім проект сайтының тілшісімін. Сіздерге
бір сұрағым, домбыра күніне орай биыл алғаш рет қолға алынып отырған тың бастамалар бар ма? Тың бастама осы. Бірінші рет республика көлемінде. Әлде Шығыс Қазақстанда ғана ма? Біз Шығыс Қазақстанда бұл бастаманы бұрын соңды болмаған дұрыс айтса болады. Өйткені көріп қаншама дирижер жоқ. Қостанайдан алып жатырмыз. Алтай республикасынан алып жатырмыз. Міне көріп Түркістаннан алып жатырмыз. Біз домбыра мерекесін дайындана отыра аудан қалалардағы дирижерларға сабақ беріп жатырмыз. Кеше мастер-класс өтті. Сол мастер-класстың негізінде бұл кісілерден тәлім алды. Бұл кісілерден тәлім алу деген, бұл енді оркестрдің маэстросы ғой, бұл кісілер ең үлкені осы кісілер. Бұл кісілер енді жәнегі өзінің сабағын беріп, біздің Дәурен ағамыз осы 2 күн бе 3 күн бе Тарбағатайда Ақжарда барып жұмыс жасап келді. Ақжардың оркестрін көтеріп, ол жердегі оркестрдің қандай нотада қалай ойнап отырғанын түсініп, сен дұрыс емес екеніңді ойнап бұл кісі айтып беріп келді. Бұл ерекше мысал. Бұл дирижерлар біздің оркестріміздің алдында тұрғаны болмаса, бірақ үлкен жұмыс атқарады. Әр нотаны кім қалай салып отырған слухпен жәнегі біз естімейміз мысал үшін, бұл кісілер естіп қояды. Бұл кісілер естіп, жәнегі сабағын беріп дирижерларға, бұл бұрын болмаған бұндай. Біз енді арнайы осы домбыра күніне алып келдік, жоспарымызға енгізгенбіз. Мәдениет басқармасының жылдық жоспарының негізінде өткізіп отыр. Қаражаты бәрі Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің ұйғарымымен, көмегімен бізге мәдениет басқармасы бұны ұйымдастырып отыр. Жылдық жоспардың негізінде. Ертең тағы да қосып айтайын. Бүгін енді гала концерт, енді жұманың соңғы күні ғой, енді 3 күн демалыста Өскемен халқы білесіздер, дачасы бар, басқасы бар, сыртқа шығып кетеді. Бүгінгі күні концертті беріп жібереміз. Қазір кешкі 6:30-де филармонияның үлкен залында, және қайталап айтайын, астын сызып айтайын, сол жерде болады. Ертең біз ертең 2 күн 5-6 күні және Арбатта, мына Жамбыл паркінің ішінде, саябағының ішінде үлкен флешмоб. Сол жерде біздің ауданымыздағы домбыра ұстап жүрген жастарымызды да, кішкентай баламызды да барлығын жинап жатырмыз. Сол жерде мүмкіндігінше 200-300 бала жинап үлкен флешмоб жасаймыз ба деген жоспарымыз бар. Алдағы уақытта да бұл дүние жалғасын табады. Мәдениет басқармасының тарапынан бұл қолдау алынады. Келесі сұрақ осы басқарма тарапынан кәсіби домбырашыларды қолдау мақсатында қандай жұмыстар жүзеге асып жатыр? Кәсіби домбырашылар енді бізде қолөнер шеберлері де бар. Мықты-мықтышы, осы домбыраны жасайтыншы. Ана Орал ағамыз бар, Амангелді ағамыз бар, Смағұлов Ұлан ауданында. Енді марқұм өтіп кетті, ана Бақыт Кеңшілік деген. Ол кісілердің барлығына біз жыл сайын ол кісілердің жәнегі мастерскойынан бастап біз көріп біліп отырамыз. Ол кісілердің жәнегі домбырасын жасағаннан кейін біздің қолөнер шеберлерінің ярмаркасы, жәрмеңкесі деп айтамыз ғой. Сол жерге де шығару мүмкіндігін біз жасаймыз. Басқа жерге қандай да бір сапарға жіберіп, өз дүниесін, шығарған дүниесін, жәнегі домбырасын алып шығып сату. Өзінің бар дүниесіне жинап қоя бермейді ғой, кебе береді, қолға тимегеннен кейін оның үні де кетеді деген сияқтышы. Сыртқа қарай кеңірек тарқатып, көрсетіп, бізде аудандарда да бар бұл домбыраны жасайтын қолөнер шеберлері. Сол адамдарды да біз мына этнографиялық музей бар, сол этнографиялық музей сол қолөнер шеберлерін бізге қарай және тізім ретінде мына креативті индустриямен бірге қазір қатты бағыт алып отырмыз. Осы негізде біз аудандардан сол домбырашыларды жинап, оларға қандай мүмкіндік жасай аламыз, біз соның барлығына қолдау көрсетуге дайынбыз. Біз оларға көмектесіп отырмыз. Сыртқа шығу сапары, өзінің дүниесін апарып сату, көрсету, жәнегі жақсы бір күйшіге беру деген сияқтышы. Олардан мастер-класс алу, сондай жұмыстарды жасап отырмыз. Келесі сұрақ, ауыл мектептерінде домбыра сабағын жүргізетін маман жетіспеушілігі мәселесі неге әлі күнге дейін шешілмеген? Енді бауырым, бұл мәселе менің мәселем емес. Бұл сұраққа мен жауап бере алмаймын. Бұл білім басқармасына қоясың. Білім басқармасындағы мұғалімдер сатысына қоясың. Менікі мәдениет. Мәдениет саласы бір-ақ сала сияқты, бірақ бізде мәдениет саласының ішінде кітапхана, музей, жәнегі филармония, театр, осы саланың барлығы бізде әртүрлі. Мен енді мүмкіндігінше басқарма басшысы болып отырғандықтан осы салалардың барлығына көңіл бөлгім келеді. Халық театрлары бар бізде. Халық театрлары дегеніміз ауылдағы қолдан жасалған театрлар, былайша айтқанда. Оларды біз мәдениет министрлігімен бекітеміз, приказымыз бар. Сол халық театрына да көңіл бөліп отырмын. Былтыр өткен жоқ, алдыңғы жылы өтті. Биыл екінші қатар, биыл да күз кезінде бұл іс-шара өтеді. Сол сияқты алдымызда ғана мына Дәурен ағамыз жақсы біледі, Алтай би ансамблінің 5 жылдығы өтті. Сол 5 жылдыққа мысалы үшін би мастер-классында осы жерде шалқыма
би ансамблінде алып келдік. Осы шалқыманың да мастер классын осы жерге жасадық. Әр салаға, мәдениет саласы бір сала болғанмен де ішкі дүниесі ол жан жаққа тарам болып бөлінеді. Соның әрқайсысына көңіл бөлуге тырысып жатырмыз. Барлық. Енді бүгінгі күні Шалқар Рысқанов басқарып отырған байжігіт оркестрі, жәнегі біздің дирижер, оның ішінде жалғыз ғана байжігіт оркестрі емес, аудан қалалардағы енді құрылып келе жатқан шағын оркестрларға осы біздің ағаларымыздың тәлім беріп отырмыз. Осы ағаларымыздан білім алып отыр. Сондай мәселе. Осындай қолдаулар бар. Рахмет. Коллеги, вопросы есть? Осымен біздің баспасөз мәслихатымыз сөз мәресіне жетті. Келгендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы.